Күйеуің саған міндетті емес, ол сені бақытты етуге міндетті емес, ол сенің армандарыңды орындауға міндетті емес, ол сені шетел дейсің ба, айфон дейсің ба, қымбат сыйлықтар алып беруге міндетті емес. Қазір көп қыз-келіншектер мені күйеуім асырауға міндетті, ол дінде де жазылған дейді. Я, сені асырауға міндетті, бірақ сені хотелкаларың, ол жерде шетел армандарың, ол асырау дегеннің ішіне кірмейді. Соны біліп қойыңыздар. Ол отбасын асырауға міндетті, бала шағасын жетілдіріп, оқытып, тоқытып, әкелік жауапкершілік алуға міндетті да. Қазір көп әйелдер ерегіседі еркектермен. Ол маған міндетті болмаса, мен де оған міндетті емеспін. Уборщица емеспін, повар емеспін, үй жинамаймын, тамақ істемеймін, білген істесін деп ерегіседі. Ол дұрыс емес. Сен тамақ істесең, сол тамақты сен өзің де жейсің, балаларың жейді. Сен тек қана ер адамыңа ғана істемейсің. Сен үй жинасаң, ол үйге тазалығына, ол сенің жауапкершілігің. Балаларың таза, сен таза, ол тек қана күйеуіңе арнап тазаламайсың үйде. Көбінесе сөйтіп ерегісеміз, ана бір психолог, коучтарды естіп аламыз да, мен де міндетті емеспін, тамақты әкеп қойсын. Ол саған продуктыны әкеп жатыр ма? Болды, сен ол продуктыдан жасауың керек тамақты. Ол сенің міндетің. Кейбір психолог, коучтарды естіп алып, өзімді жақсы көремін, өзімді таңдаймын, өзімді бірінші орынға қоям деп адаспаңдаршы, алжымаңдаршы, әйелдер, өтініш. Сендер отбасыларыңа істейсіңдер, сендер отбасы өзіңе, бала шағаларыңа істейсіңдер тамақты. Енді дайын продуктыдан тамақ істеуден де қашатын уақытқа келдік па?